Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында өте керемет болып шығатын кекс дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көруге кеңес беремін. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз да, оның үстіне шекерімізді салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Жақсылап көпіргенше миксерлеп алған соң, оның үстіне сары майымызды саламыз. Тағы да жақсылап миксерлеп алып, оның үстіне бөлме температурасындағы сүтімізді құйып, тағы да миксерлеуді жалғастырамыз. Енді сұйық массамыздың үстіне құрғақ массамызды осылай өлшеп салып аламыз. Ұнымызды және разрыхителімізді салып, жақсылап миксерлеп аламыз тағы да. Енді дайын болған тестамызды осындай силиконовый кекс жасайтын қалыптарымызға құйып аламыз. Кекстердің арасына осындай шоколад салып жібердім. Қыздар, міне кекстерімізді құйып шықтық. Енді кекстерімізді қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің кекстеріміз осылай болып шықты. Өте үлпілдек, өте жұмсақ, өте дәмді, ерекше болып шығатын. Жасалу жолы өте оңай. Тамаша кекстің рецепті. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етіңіздер.